Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге ерекше болып жасалатын шах палаудың рецептісін ұсынатын боламын. Өте дәмді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қазір мен сіздерге толық рецепті ұсынатын боламын. Ал ендеше кірісеміз. Алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, қазанымызды қыздырып аламыз. Кейін үстіне бір жуамызды салып, қызарғанша осылай қуырып аламыз. Кейін үстіне етімізді үрлей турап, жақсылап бір қуырып аламыз. Бізде етіміз кішкене қызарғанша қуырылу керек. Неғұрлым қызарған сайын біздің палауымыздың түсі де өзгереді. Кейін сәбізді үстіне салып, тағы да майға қуырып аламыз. Палауға ерекше түс алып келу үшін мен осындай куркума және бір ас қасық тұзды салып жібердім. Мен ешқандай да дәмдеуіш қосқан жоқпын. Өйткені отбасыма ұнамайды. Егер сіз қаласаңыз, қосып жіберсеңіз болады. Осылай сәбізіміз бен етімізді бір қуырып аламыз және қаппағын жауып, шамамен 15 минутқа қойып қоямыз. Енді қуырып болдау деген кезде қараймыз, біздің сәбізіміз кішкене жұмсару керек. Егер де қасықпен қарағанда бұлай бөлінсе, демек дайын деген сөз. Міне, менің лопаткамен оңай бөлініп тұр. Кейін үстіне суымызды құйып, етіміз бататындай етіп су құйып, қаппағын жауып қоямыз. Кейін біз қамырын жасалу жолына кірісетін боламыз. Етіміз піскенше қамырын дайындаймыз. Жылы сүттің үстіне бөлме температурасына еріп тұрған сармай, менде қолдың сармайы және аштықыны үстіне сеуіп, және де ұнды сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз, және де жылы жерге жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Толық рецепті төменге описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріп, өздеріңде сақтап жазып алсаңыздар болады. Мұнда менде күріштерімді алдын ала жуып тазалап қойдым. Қазір етім піскесін үстіне салатын болам. Міне менің сәбізім, етім өте жұп-жұмсақ болып піскен. Достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Сондай-ақ колокольчик батырмасын басып отырсаңыздар, алдағы уақытта көптеген пайдалы әрі тез дайын болатын рецепттерді ұсынатын боламын. Ендеше күрішімізді салып, осылай сәл күрішімізден асыра су құйып, оттың астын қаттырақ ашып, осылай шпажкамен бір тесіп шығып, оттың астын басып, шамамен күрішіміз піскенше 15-20 минутқа қоямыз. Енді қамырымызға кірісетін боламыз. Мен қамырды 2-ге бөлдім. Біреу үлкендеу және екіншісі кішкентайлау қамыр. Міне, қазір осы үлкендеуін осындай противенге салдым. Ішіне қазір күрішімді салам. Үлкендеуімен бетін жабам. Осылайша күрішімізді шала пісіріп аламыз. Менің палауым осылай шашпа болып шықты. Өте дәмді, керемет болып шыққан. Толықтай пісіру қажетті, маңызды емес. Қазір пешке салғанда да ол толық пісіп шығады. Ендеше осылай ысылай қамырымыздың үстіне сала береміз. Ештеңке етпейді. Міндетті түрде отбасыңызға жасап берсеңіздер болады. Енді үстіне сарымсақтың бір бүтінін салып, екінші қамырымызды үстіне салып, осылай жан-жағын әдемілеп, өз қалауыңызша бүгіп шықсаңыздар болады. Және де жұмыртқаның сарысын жағып, өзіңіздің қалауыңызша әсемдеп әдемілесеңіздер болады. Кунжут немесе мак сеуіп, және де қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне менің шах палауым дайын болды. Жеңіл кесіледі. Әрі қамырым жұп-жұмсақ, дәмді болып шыққан песочный қамыр. Қазір сіздерге толық барлығын кесіп көрсететін боламын. Мұнда менде ыстық болып тұр. Буы шығып көрініп тұр. Міне қараңыздар, өте дәмді болып шыққан, керемет. Міндетті түрде бір жасағаннан шығады, ешқандай қиындығы жоқ. Сіздермен бірге болған мен, Елеместің Анары. Жақсы күнде жүздескенше міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.